5-ші сынып, 4-ші тоқсан, 1-ші БЖБ, 1-ші нұсқа. 1-ші тапсырма кестені толтырыңыз. Мына ондық бөлшекпен берілген санды жай бөлшек түрінде және пайыздық түрде жазуымыз қажет. 0,152 айтылып тұрғанындай 0,152, 0 жазылмайды, 100-52. Енді осының пайыздық түрде жазатын болсақ, 0,152-ні көбейтеміз 100%-ға. 100-ге, яғни одан кейін пайыздық белгісін қоя саламыз. Сол кезде 52% шығады. 52%. Екінші, 48%-ды ондық бөлшек түрінде және жай бөлшек түрінде жазуымыз қажет. Пайызбен берілген санды ондық бөлшек түрінде, жай бөлшек түрінде жазу үшін оны 100 санына бөлеміз. Сол кезде 48-ді бөлеміз 100-ге. Шығады 0,148 ондық бөлшек түрінде жазылды. Енді жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, қалай естіліп тұр, солай жазамыз. 100-ден 48. Бұны қысқартып жіберсек те болады 4-ге, сонда 25-тен 12 шығады. Келесі бізде жай бөлшек берілген 25-тен 14. Осыны ондық бөлшек түрінде және пайызбен жазуымыз қажет. Ол үшін ондық бөлшек түрінде жазуымыз үшін бөлшектің алымында бөлімінде 4-ке көбейтеміз. Сол, яғни бөлшектің бөлімі 100-ге тең болу керек. 100-ден 56 шығады. Осыны ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0,156. Осыны пайызбен жазатын болсақ, онда 0,156-ны көбейтеміз 100-ге, сосын пайыздық белгісін қоямыз. Сол кезде 56% шығады. 56% жаздық. Енді екінші тапсырманың асында 56 санының 25%-ын табуымыз қажет. Жалпы 56 санды 100% деп алып, және 25%-ын табуымыз қажет. Ол үшін пайызды пайыздың астына жазып, x-ті табамыз. X тең, x-ге қарама-қарсы жатқан сан 100. Бөлшектің алымында 56 көбейтілген 25. 100 бен 25-ті қысқартатын болсақ, 25-ті 25-ге бөлсек 1 болады, 100-ті 25-ге бөлсек 4 болады. 56-ны 4-ге бөлетін болсақ, 14 шығады. В есебінде 60 санның 120%-ын табуымыз қажет. Ол үшін 60 санның 100% деп аламыз. Пайыздың астына 120%-ын табуымыз қажет, сондықтан пайызды пайыздың астына жазамыз. X тең, x-ге қарама-қарсы жатқан сан 100, бөлшектің алымында 60 көбейтілген 120. Нөлдерді қысқарып жүретін болсақ, 60-тың нөлі мен 100-тің бір нөлі кетеді, сонда 6-ны 12-ге көбейтеміз, оны 1-ге бөлеміз. Сол кезде 72 саны шығады. Үшінші тапсырма. 40%-ы 8-ге тең санды табамыз. 40%-ды біз ондық бөлшек түрінде жазып алайық. 0,4. Демек, 8-ді бөлеміз 0,4-ге тең болады 20. Яғни 20 санының 40%-ы 8-ге тең екен. Төртінші тапсырмада Еркін бірінші күні кітаптың 20%-ын, екінші күні кітаптың 35%-ын, ал үшінші күні 90 бетін оқыды. Еркін бірінші күні қанша бет оқыған? Максималды сан есебінде 100%-ды алатын болсақ, 100%-дан аламыз бірінші күн және екінші күнгі оқыған кітаптың пайыздарын, яғни бетінің пайыздарын. Демек, 20% қосамыз 35%. Және оларды 100-ден азайтамыз. Сол кезде 45%. Яғни 93-ші күні 45%. 90 деп алып, 100%-ын табамыз. X тең, X-ге қарама-қарсы жатқан сан 45, бөлшектің алымында 100 көбейтілген 90. 90 мен 45-ті
45-ке қысқартатын болса, 45-ті 45-ке бөлсек 1 болады. 90-ды 45-ке бөлсек 2. 2 мен 100-ді көбейтсек 200. Яғни кітаптың жалпы 200 беті болған. Енді бізге табуымыз қажет. Екінің бірінші күні қанша бет оқығанын. 200-ді 100% деп аламыз. Және бірінші күні 20%-ын оқыған. 20%-ді 100%-ын астына жазып, x-ті табамыз. X тең, x-ке қарама-қарсы жатқан сан 100-ді бөлшектің бөліміне жазамыз. Ал мына 200 көбейтілген 20. 100-дің 2 нөлмен 200-дің 2 нөл кетеді. Яғни 2-ні көбейтеміз 20-ға. Сол кезде 40. Еркін бірінші күні кітаптың 40 бетін оқыған екен.